Қайырлы күн. Бүгін біздер ет қосылған пирог, яғни кісен нан пісіреміз. Менімен бірге болыңыздар. Қажетті ингредиенттерімізді описанияға жазып кетемін. Бірінші қамыр дайындаймыз. Оған ұн, қант, тұз және дрожжымызды салып араластырып аламыз. Үстіне бір тұқым май, сүт және суымызды қосып тағы да араластырып қамыр басамыз. Қамырымыздың үстін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге қоя тұрамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына сиырдың сүйексіз етін алып, уақтап кесеміз. Оның үстіне бір пиязды уақтап кесіп саламыз. Тұзбен бұрышты ұмытпайық. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, видеомды соңына дейін қараңыздар. Рахмет. Етіміздің үстіне картобымызды төртбұрыштап кесіп салып араластырамыз. Салмамыз дайын. Көтерілген қамырымызды алып, екіге бөліп аламыз. Үлкендеу жағын әдемілеп жайып, противенімізді майлап, үстіне саламыз. Енді үстіне салмасын саламыз. Қамырымыздың екінші кішірек бөлігін жайып, үстіне пирогымыздың үстіне салып, әдемілеп жандарын жабып аламыз. Бір тұқымды жарып, пирогымыздың үстіне кесішкімен жағып аламыз. 180 градустық пешімізде 40-45 минут пісіріп аламыз. Кісен нанымыз өте әдемі болып, қып-қызыл болып піседі. Енді әдемілеп кесіп, ыдысымызға саламыз. Қамырымыз жұқа, салмасы мол, өте дәмді болып піседі. Осы рецептпен пісіруге кеңес беремін. Астарың дәмді болсын.